Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Жамбыл ауданы дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Қарғалы номер 2 гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Есімбекова Әлия Абдуллаевна. Мен бүгін сіздермен тиімді әдісімен бөліскім келіп отыр. Бұл әдісті біз оқу сауаттылығын арттыруда қолданамыз. Оқу сауаттылығын арттыруда мәтінмен жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында мен мынандай әдістерді қолданамын. 5 саусақ әдісі, сәйкестендіру, қызық, құнды тұжырым әдісін және бірнеше әдістерді қолданып отырамын. Сол әдістерді қолдану нәтижесінде мәтінді түсінеді балалар, мәтінде нақты не айтылғанын пайымдайды, сұраққа нақты әрі тез жауап бере алатын дәрежеге жетеді. Білетін адамнан шығармашылықпен ойлайтын, әрекет ететін, оқу сауаттылығы дамыған адамға айналады. Енді сол бірінші әдісті қолданудан алдын оқу сауаттылығы туралы шамалы мәлімет бергім келіп отыр. Оқу сауаттылығы адамның мәтінді түсіну, қолдану, бағалау қабілеті. Оқыған туралы ойланып, өз мақсатына жету үшін оқумен айналысуы. Білім мен мүмкіндіктер шегінің кеңеюі, әлеуметтік өмірге белсене қатысуы. Ал енді осы оқу сауаттылығы әртүрлі форматтарда берілген мәтіндердің мазмұнын түсіну, негізгі ойын тұжырымдай алу, әртүрлі өмірлік мәселелерді шешу үшін оқыған ақпараттарды қолдана білу дағдыларына негізделген. Ал қандай дағдылар? Білім алу дағдылары ақпаратты табу, интерпретация жасау, бағалау болып саналады. Осы дағдыларды қалыптастыру үшін әрине мәтінмен жұмыс жасаймыз. Ал мәтін түрлеріне тоқталатын болсақ, тұтас мәтін, тұтас емес мәтін, аралас мәтін, құрамдас мәтіндерді қолдануға болады. Сол мәтіндер бойынша әртүрлі жағдаяттық тапсырмалар бере беруге болады. Жеке, әлеуметтік, тәжірибелік, оқу танымдық тапсырмалар беріп отырсаңыздар өте тиімді болады. Енді сол дағдыларды қалыптастыру деп жатырмыз. Сол әр дағдылар бойынша жұмыс қалай жасалады? Мысалы, кез келген мәтіннен ақпаратты табу деп айтайық. Ақпаратты табу және іріктеу бұл мәтінге көз жүгірту арқылы бірнеше сөз, сөйлем немесе сандардан тұратын қажетті ақпаратты табуға көмектеседі. Мысалы, мәтіннің ішінен балалар нақты ақпаратты табу керек. Онда аталған оқиға қай жылы орын алды деген сұраққа жауап бере алатындай болу керек. Немесе автобус қай аялдамада қозғалды? Нақты ақпаратты сол мәтіннің ішінен таба алу керек. Міне бұл нақты ақпаратты табу немесе мәтіннің ішінен іріктеп алу жұмысы жасалады. Екінші интерпретация жасау. Интерпретация жасау деп отырғанымыз мәтін мазмұнын біріктіру, байланыстыру және интерпретация жасау. Яғни сөйлем немесе үзіндіде сұрақ мазмұнында перефраздау арқылы берілген мәтін ақпаратын мәнін түсіндіреді. Яғни бұл жерде кез келген мәтін ол көлемді болсын, ол шағын болсын, тұтас мәтін болсын, тұтас емес мәтін, аралас мәтін болсын, құрамдас мәтін болсын, солардың негізгі ойын 3-4 сөйлеммен жинақтап жазу. Міне бұл интерпретация жасау. Яғни перефраздау арқылы берілген мәтінге ақпараттың мәнін түсіндіріп жазып немесе айта білу. Ал келесі дағдымыз бұл бағалау. Яғни рефлексия немесе бағалау деп аталады. Мәтіннің мазмұны мен формасы туралы ойлану және баға бере алу, мәтінде берілген ақпараттың сенімділігіне, өзектілігіне, нақтылығы мен шынайылығына баға бере алу, оқырман ақпарат алған дерек көзге баға беріп, мәтіннің мазмұны мен формасына, яғни автордың ақпаратты беру жолына талдау жасай алуы, бұл деңгейдегі тапсырмалар оқушылардың жеке көзқарасын білдіру немесе әртүрлі пікірлерді салыстыру үшін де өз білім мен тәжірибесіне сүйенуді талап етеді. Яғни кез келген мәтінді оқып болғаннан кейін, түсініп болғаннан кейін оған өзінің көзқарасын айта алу, пікірін жеткізе алу, сыни көзқарасын білдіру немесе сыни баға беру, бұның барлығы бағалау болып саналады. Енді осыған байланысты өзімнің әдісім бұл 5 саусақ әдісі. 5 саусақ әдісі арқылы кез келген мәтінмен жұмыс жасауға болады. Яғни бір мәтінді алды, сол мәтіннің мазмұнын түсінді және негізгі ойды анықтады. Берілген мәтінді шолып оқиды, бірінші бас бармақта. Берілген мәтінді оқиды,
әр бөлімдегі тақырыпқа сай негізгі сөздерді теріп жазады. Ал екінші, әр бөлімде бір сөйлеммен қорытынды жасайды. Тақырыбы мен идеясын анықтайды, мәтіннің проблемасын табады, осы мәтіннен өз өміріне қажетті ненің түйгендігін нақтылайды. Яғни 5 саусақ арқылы жұмыс жасалатағын, оны жинақтап, жұдырыққа түйіп, оны өзінің жүрегіне жинақтап қояды деген мақсатты алып отырмыз. Және осымен жұмыс жасалған, қалай жұмыс жасалған көрсеткім келіп отыр. Бұл бұрынғы жолдарда да көрсетіп отырған кесте, яғни тәкаппарлық деген жаңағы шығарманы ала отырып, оның мәтіннің неше бөлімнен тұратындығы сұралады, және сөйлемді әр бөлімін бір сөйлеммен қорытынды жасау керек екендігі, және оның тақырыбы мен идеясын таба алу, мәтіннің проблемасын табу, мәтіннен өміріне қажетті не түйгенін нақтылау. Яғни осы жұмысты атқара отырып, бала бүкіл мәтінді түсініп, және одан өзінің өміріне не қажет екендігін үлгі ретінде ала алатындай болады. Енді екінші түрі, бұны тек қана осы жұмыстар атқарылып қоймайды, оны өзгертіп, орындарын өзгертіп алып отыруыңызға да болады. Мысалы, міне сол бойынша жұмыс жасалғаны, яғни әрқайсысынан 3 бөлімнен негізгі сөздерді теріп жазған, және сөйлеммен қорытқан, әр бөлімге бір сөйлеммен, және тақырыбы мен идеясы табылған, мәтіннің проблемасы табылып тұр, және өміріне не түйгендігін айтып отыр. Мысалы, мен мәтіннен қандай жағдайда да өзіңді өзгеден артық санамау керек екенін, кішіпейіл болып жүру керек екендігін түсініп, және маған да бұл оқиға сабақ болды деп өзінің жаңағы ойын айта кетеді екен. Және келесі тапсырма, бұл бізде мәтін әке мен бала. Бұл да бір таныс мәтін. Енді қазір сіздерге оңай болу үшін өте оңай мәтіндерді алып отырмын. Бұл мәтінді оқып болғаннан кейін, яғни бұл кішкене шағын әңгімені оқып болғаннан кейін балалармен былай жұмыс жасауға болады. Мысалы, бір адам 10 жасар баласын ертіп, егін даласынан жаяу келе жатса, жолда жатқан бір ескі тағаны көреді. Ол баласына: балам, анау тағаны ала жүр дейді. Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын дейді еңкейіп, тағаны алуға ерінген баласы. Әкесі үндемейді, тағаны өзі иіліп алады да жүре береді. Қаланың бір шетіне келгенде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, бағанағы тағаны соларға 3 тиынға сатады. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алады. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен бір-бірлеп жеп, баласына қарамай аяңдап жүре береді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түсіп кетеді. Артындағы келе жатқан баласы жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салады. Біраздан соң және бір шие, одан кейін тағы бір шие. Сонымен әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жейді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып: балам, көрдің бе, бағана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға ерініп едім. Енді сол тағаға алған шиені бірнеше рет еңкейіп алдым. Бұдан былай есіңде болсын. Балам, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азды қанағат ете білмесең, көптен де құр қаласың дейді. Міне осы мәтін бойынша біз қазір жұмыс жасайтын боламыз. Тура жаңағыдай кесте болады, бірақ кестедегі біз талап ететін сұрақтарымыз басқаша болуы мүмкін. Мысалы, мәтіннен қажетті ақпаратты тап. Мәтіннің атауын түсіндір. Бұл бірінші жұмыс жасайды балалар. Екінші, мәтіннің негізгі ойын анықтау, негізгі ойды беріп тұрған сөйлемді мәтіннен табу. Мәтінде берілген әртүрлі ақпаратты салыстыру, автор ұсынған ойға дәлелдер табу, автордың мақсаты туралы қорытынды шығарыңыз. Міне осылайша жұмыс жасауға да болады. Яғни бұл жерде мәтіннен қажетті ақпаратты табу, яғни әке мен бала егін даласы тағат тауып алады, қаланың шеті 3 тиын, теміршіге сату, шие алып жейді деген бұл қажетті ақпараттар болуы мүмкін бізге. Ал мәтіннің атауын түсіндіру деген кезде, менің ойымша, бала тәрбиелі болып қалыптасу үшін әкенің әр іс-әрекеті үлгі болу керек. Сондықтан мәтінге осындай атау берілген деп ойлаймын. Мәтіннен негізгі ойын анықтау деп жатырмыз.
Әке мен баласы әрекеті арқылы ерінбей еңбектенген кезде ғана адамның қарны тоқ болатыны жайлы ойын жеткізгісі келген. Негізгі ойды беріп тұрған сөйлемді мәтіннен табу. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. Азды қанағат ете білмесең, көптен де құр қаларсың. Бұл негізгі ойы болып тұр. Мәтінде берілген әртүрлі ақпаратты салыстыру, яғни еңкейіп таған алуға ерінеді, жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салады. Ал әкесі тағаны иіліп жерден алады, теміршіге сатып шие алады, біртіндеп жолға тастап келеді. Яғни екі бала мен әкені салыстырамыз, екеуіне беріліп жатқан ақпаратты салыстырып көреміз. Яғни әке ешқандай қиналған жоқ тағаны алып, және оның тағаны алғаннан кейін оған бір жеміс ала алды. Яғни ол өзіне керек затты, керек емес зат болса да, одан бір керекті дүние ала алғандығы айтылады. Ал енді бала еңкейіп алуға ерінгендіктен соңында ол соған тәуелді болғандығын салыстырып айтуға болады. Автор ұсынған ойға дәлелдер табу дейді. Кез келген заттың бір пайдаға жарайтындығын айта кетсек болады, айтқысы келген, ерінбей еңбектенгенде ғана мұратына жететіндігін осы мәтінде түсіндіріп айтқысы келген автор. Автордың мақсаты туралы қорытынды шығарыңыз дейді. Мақсаты өсіп келе жатқан әрбір бала өмірден өз жолын таба алу үшін ерінбей еңбектенудің рөлі зор екендігін дәріптеген. Яғни осы жерде балалармен осылай бір мәтін бойынша осылай жұмыс жасайтын болсақ, бала мәтіннің ішіндегі барлық айтылып жатқан ойды, автордың айтайын деп жатқан ойын, және соны өмірде қалай пайдалана алатындығын, немесе оның ішінде қандай ақпараттар бар екендігін, яғни беріліп жатқан кейіпкерлердің іс-әрекетін салыстыру деген сияқты барлық тапсырмаларды игеріп, өзінің ойына түйе алатындығы осы әдіс арқылы жеткізуге болады. Яғни менің айтқым келгені, бұл әдісте мына әр бөлім, әр жаңағы кестенің әр санында, әр жеріне біз мәтінге қарап өзгертіп алып отыруымызға болады. Яғни бұл тұрақты осы сұрақтар арқылы жасалу деген сөз емес, яғни өзіңіз орнын ауыстырып басқа тапсырмалар бере беруіңізге де болады. Яғни осы тапсырмалар арқылы бала өзінің ойын тиянақтап жеткізе алады. Сонымен бірге жаңа айтып кеткен әдістерім болды. Қызық, құнды, тұжырым әдісі бойынша ой қорыту. Бұл жерде мәтіннің қызық тұсы қай жері деп береміз. Соған қарай олар өзінің қызық тұсын айтып кетеді. Мәтіннің қызық тұсы қай жер екенін таба алу керек бала. Немесе мәтіннің құнды тұсы қай жер деп ойлайсыңдар деген кезде құнды тұсын айтып кету керек. Және мәтіннен ойыңа түйгенің не деген сияқты. Міне бұл жерде жаңа мәтін бойынша жұмыс жасаған кезде осы сұрақтарды, осындай сұрақтарды қойып, бала сол жақтарына да мәтін бойынша жұмыс жасай алуына болады. Және мәтін мазмұны бойынша ашық сұрақтар құрастыру. Яғни, неліктен екі дос бір-біріне бидайларын тасыды деп ойлайсың, ойынды нақтыла, яғни екі дос туралы мәтін бойынша жұмыс жасалған кезде. Не себепті өнімнің бір бөлігін досыма беруім керек деген шешімін бір-біріне айтпады, сенің пікірің қандай деген сияқты сұрақтар қоюға болады, пікіріңді дәлелде. Екі достың іс-әрекетіне көзқарасыңды білдір, сыни баға бер деп сұрақ қоюға болады. Мәтіннің өзектілігі неде деп ойлайсың деген сияқты. Міне осындай тапсырмаларда беруге болады. Бала екінші жағына сол бойынша өзінің келесі жұптық жұмыс ретінде беруге болады. Яғни бірінші бала, әр бала өзінің осындай сұрақтарын дайындайды, содан кейін бір-біріне беріп, сол сұраққа жауап беруге тырысу керек. Не сонда жұптық жұмыс ретінде осындай тапсырмалар балалар өзі де жасап алуына болады екен. Және бір сұрақтар мен жауап былай болуы мүмкін. Мысалы, кез келген мәтінді алдыңыз, сол мәтін бойынша мынандай 3 сұрақ дайындайсыз, сол 3 сұрақты берілген жауаптары арқылы сәйкестендіріп отыру керек. Әр сұраққа 2 жауаптан болуға болады. Міне осындай әдістерді қолдана отырып, балалардың мәтінмен жұмыс істей алуына жетелеуге болады, және балалар осы арқылы міндетті түрде оқу сауаттылықтары дамиды деп ойлаймын. Және соңғы тағы бір әдісім бұл енді
мамандық атаулары туралы бір мәтін бердік дейік, соған байланысты мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз деген сияқты мынандай тапсырмалар беруге болады. Яғни қайсы сурет мына берілген сөйлемдерге қайсы сурет сәйкес келеді деп салыстыру мақсатында жұмыс жасауға да болады екен. Яғни тұтас емес мәтінмен де, тұтас мәтінмен де жұмыс жасай алуға болады. Ал енді ойымды қорытатын болсақ, біздің оқушыларымыз пәндік, сапалы, нақты айтсақ дәйекті білім алады, бірақ оларды өмірлік жағдаяттарда қолдану дағдылары қалыптаспаған. Осы сауаттылығында талданатын мәтіндер арқылы мақсатқа қол жеткізу және өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып зерделей алуына мүмкіндіктер туғызып, сыни ойлауға, өз ойын тұжырымдай алуға бағыттайтын тапсырмалар орындата отырып, оқушылардың оқу сауаттылығын дамыта аламыз. Оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту үшін бағыт бағдар беріп, әртүрлі істер арқылы өздерін дамытуына жол көрсету міндетіміз деп санаймын. Сауатты да саналы ұрпағымыздың болашағы біздің қолымызда екендігін ұмытпайық. Мен мынандай даналық сөзді айтқым келіп отыр. Адамға балық берсең, бір күн ғана тоқ жүреді, ал балық аулауды үйретсең, өмір бойы тоқ жүреді деген даналық сөзді тірегете отырып, біз балаларға мәтінмен жұмыс жасай алу үшін олардың өмір бойы азық болатындай білім бере алу үшін жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын, алғыс айтамын, және осы әдіс арқылы сіздер де оқушыларыңыздың оқу сауаттылығын дамыта аласыздар деп үміттенемін.